Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жарма ұнтағынан жасалатын пирог пісіру рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 260 мл айран, 260 грамм жарма ұнтағы, 150 грамм ұн, 120 мл сары май, 120 грамм қант, 3 жұмыртқа, 1 шай қасық қопсатқыш және 1 ас қасық мак керек. Айран мен жарма ұнтағын біріктіріп, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қоямыз. Жұмыртқаны қосып араластырамыз. Қантты қосып араластырамыз. Ерітілген сары майды құйып араластырамыз. Макты қосамыз. Ұн мен қопсытқышта қосып араластырамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, массаны құямыз. Пирогты 180 градус қызып тұрған пеште 35 минут пісіреміз. Пирогты өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.